안녕하세요, 여러분. 비비입니다. 진짜 오랜만에 이렇게 영상을 찍어서 유튜브에 올리게 됐네요. 네, 오늘은 여러분과 함께 현재형 지제를 함께 볼까 하는데요. 혹시 수업을 보시다가 질문이 생기시면 아래에 댓글로 남겨주시면 답변을 잘 해드리도록 하겠습니다. 그럼 시작해 볼까요? Ендеше сабағымызды бастайық. Жалпы корей тілінде осы шақ түрлерінің екі түрін атап өтуге болады. Біріншісі ол бізде ауыспалы осы шақ, айо ойо жатады. Екіншісі ол нақ осы шақ, яғни о итта грамматикалық бірлігі жатады. Жалпы ол екі шақ түрін қалай ажыратамыз, қай кезде қолданамыз? Ауыспалы осы шақ ол әдетте жалпылама түрде сипаттап айтқан кезде, әдет болып кеткен іс-әрекеттерді айтқан кезде қолданылады. Ал нақ осы шақ атауы айтып тұрғандай, дәл қазіргі сәтте жүзеге асып жатқан іс-әрекет немесе соңғы күндері, соңғы 1-2 күнде, соңғы бір апта жүзеге асып жатқан іс-әрекеттерді айтқан кезде қолданылады. Енді бүгінгі сабақта біз осының ішіндегі айо, ойо жалғауларының жасалу жолын және мағынасын қарастыратын боламыз. Айо, ойо осы шақ жалғаулары қай кезде қалай қолданамыз? Жалпы корей тіліндегі айо, ойо осы шақ жалғауларының келесі 4 түрлі қолданылу жағдайын атап өтсек болады. Біріншіден, күнделікті қайталанатын іс-әрекет, әдеттерді айтқан кезде қолданамыз. Мысалы, 저는 매일 7시에 일어나요. Мен күнде сағат 7-де тұрамын. Яғни, ұйқыдан 7-де тұру ол әдетке айналып кеткен. Күнделікті қайталанатын іс-әрекет. Сондай іс-әрекетімізді сипаттаған кезде сөйлем соңын осы айо, ойо жалғауын қолдану арқылы аяқтай аламыз. Мысалға, мына жерде ирон нада деген ұйқыдан тұру етістігін айо жалғауын жалғау арқылы түрлендіріп жасаған. Екіншіден, қазір болып жатқан жағдай, жасалып жатқан іс-әрекетті айтқан кезде де қолдана аламыз. Мысалға, 민수는 지금 친구를 만나요. 민수 қазір досымен кездесіп жатыр. Яғни, бұл кездесу іс-әрекеті дәл қазіргі сәтте жүзеге асып жатыр. Бұндағы маннада етістігін маннайо деп түрлендіру арқылы сөйлемді аяқтап тұр. Келесі, үшіншіден, жақын арада болатын немесе жоспарланған іс-әрекетті айтқан кезде де айо, ойо жалғауларын қолдана аламыз. Мысалға, 저는 내일 학교에 가요. Мен ертең мектепке барамын. Яғни, мектепке бару іс-әрекеті 1-2 жылдан кейін емес, 2-3 жылдан кейін емес, жуық арада, жақын арада болатын. Яғни, жоспарланған іс-әрекет болғандықтан, осындай контексттерде де біз қолдана аламыз. Төртіншіден, барлығы білетін факт, шындықты айтқан кезде де айо, ойо жалғауларын қолдана аламыз. Мысалға, 장마 때는 비가 많이 와요. Жаңбырлы маусым кезінде, яғни жаңбыр маусымы кезінде жаңбыр өте көп жауады. Яғни, бұл нәрсені, бұл шындықты барлығы біледі, барлығына мәлім, яғни сондай факттарды айтқан кезде біз айо, ойо жалғауларын қолдана аламыз. Енді біз жасалу жолын бірге қарастырып көрейік. Жалпы ең маңызды ескеруіміз қажет нәрсе бұл айо, ойо жалғаулары тек етістіктер мен сын есімдерге жалғанатындығы. Яғни, одан бөлек сан есім, зат есім, істеу деген сияқты сөз таптарына біз бұл жалғауларды мүлдем жалғай алмаймыз. Және корей тілінде, егер сөздікті ашып қарасаңыз, етістік немесе сын есімдер да деген буынға аяқталады. Бірақ кез келген грамматиканы сол етістік сын есімдерге жалғаған кезде міндетті түрде да деген буынды алып тастап, соның алдыңғы буынына біз мән беріп қарай отырып, тиісті грамматиканы жалғауды қойып жалғаймыз. Енді айо, ойоның жасалу жолдарын қарастырып көрейік. Бірінші ереже. Егер сол даның алдындағы буын, сол буында а, о әріптері келетін болса, онда біз айо жалғауын жалғаймыз. Мысалы, біз қазір пачим жоқ жағдайды, пачим бар жағдайды қарастыратын боламыз. Неге? Себебі пачим буындардың бір-біріне қосылып кетуіне өте үлкен әсерін тигізеді. Қалай? Қазір бірге қарастыратын боламыз. Бірінші, пачим жоқ жағдайды қарастырып көрейік.
Мысалы, када, пода етістіктері. Даны алып тастаймыз. Бізде қалғаны к, демек а дауыстысы келіп тұр. А келетін болса, онда осы бірінші ереже бойынша біз айо жалғауымыз керек. Айоны қостық, бірақ қараңыз. Мына жерде бізде к буыны аға аяқталып тұр, ал айо жалғауы а деген буыннан басталып тұр. Осы екі а бір-біріне қосылып, әсерлесіп, сондай ассимиляцияға түседі. Яғни к-айо деп емес, екі бірдей дауысты болып тұратын болса, кайо деп бір дауыстыға қысқартамыз. Келесі мысалға тағы да қарап көрейік. Пода. Дан алып тастаймыз. По буыны қалды. Енді бұнда қарасаңыз, келіп тұрған дауысты дыбыс, ол бізде о. Мына о әріпі. Сондықтан осы бірінші ереже бойынша тағы да айоны жалғаймыз деген сөз. По айо. Бірақ по айо деп жазбай, мына біз о мен аны бір-біріне қосып жіберуге тырысамыз. Яғни корей тілінде екі дауысты келіп тұратын болса, екі дауысты бір-бірімен қосылып кетуге тырысады. Мына жағдайда солай. По айо, ол бізде о мен аның қосындысы уа деген дифтонгты береді. Сөйтіп, по айо сөзі пайо деген түрге айналады. Яғни пачим тікелей әсер етеді. Неге? Себебі екі дауыстының қосылып кетуіне кедергі келтіретін пачим жоқ. Мына сөздерді алып қарайтын болсақ. Екеуінің қосылып кетеді, екі дауыстының қосылуына кедергі келтіретін пачим жоқ. Сондықтан екі дауыстылар бір-біріне қосылып, жаңа дифтонг пайда болып, сондай түрленулер жүзеге асып жатыр. Ал енді пачим бар жағдайды қарайық. Егер пачим бар болатын болса, онда олардың екі дауысының қосылып кетуіне кедергі келтіретін орталарында дауыссыз бар деген сөз. Сондықтан да екі дауысты қосыла алмайды, яғни пад айо жалғасақ, падайо деп айо жалғауы сол күйінде еш нәрсеге қосылмай жалғана береді. Мысалы, попта о келіп тұр, айо жалғаймыз, побайо, айо тағы да толықтай сол күйінде жалғанды. Яғни, қорытындылап айтатын болсақ, пачимнің болуы, болмауы өте маңызды рөл ойнайды. Егер пачим болмайтын болса, екі дауысты бір-бірімен қосылып кетуге тырысады. Ал егер пачим бар болатын болса, екі дауыстың қосылып кетуіне кедергі келтіретін әріп бар деген сөз. Сондықтан сол әріп екеуінің қосылуына кедергі келтіріп, айо жалғауы жай ғана сол толықтай сол күйінде жалғанып қояды. Келесі екінші ережені қарастырайық. Егер а, о әріптерінен басқа дауыстылар келетін болса, яғни даны алып тастағандағы соңғы буында, онда біз ойо жалғауын жалғаймыз. Бұнда да пачимнің жоқ болуы, бар болуы маңызды рөл атқарады. Егер пачим жоқ болатын болса, сол жағдайларды қарастырайық. Мысалға, сода, пеуда деген етістіктер. Бұнда со, дан алып тастаймыз, со қалып, о келіп тұрғандықтан, яғни ол а да, о да емес, сондықтан ойоны жалғап тұрмыз. Со ойо. Енді мұнда қарасаңыз, мұнда да о келіп тұр. Демек, екеуі бірдей, біреуіне қысқарып қалады дедік. Яғни када сияқты. Сонда со ойо деп жасамаймыз, сойо деп бір дауысына қалдырамыз. Екінші мысалға пеуда. Дан алып тастаймыз тағы да. Пеу, у қалды. Яғни, у дауыстысы бізде. Ол а да, о да емес, сондықтан екінші ереже бойынша біз ойоны жалғаймыз. Сонда пеу ойо, пеу ойо деп түрлендіре аламыз. У мен оның қосындысы о деген дифтонгты береді. Сондықтан у мен о қосылып, пеу ойо деп о болып жасалды. Енді пачим бар жағдайды қарастырып көрейік. Мысалға, мокта және ипта етістіктері. Тағы да бұлардың дасын алып тастаймыз. Мок, ип деген буындар қалды. Мұнда келіп тұрған дауысты о, ол бізде а да, о да емес, сондықтан ойо жалғауын жалғап тұрмыз. Мок ойо. Және мұнда байқасаңыз, бізде к дейтін пачим бар. Яғни
о мен мына оның әсерлесуіне кедергі келтіретін орталарында әріп бар. Демек, олар бір-бірімен әсерлесуге түспейді, жай ғана могойо болып жасала береді. Яғни ойо толықтай сол күйінде жалғана береді. Келесі ипта. Даны алып тастадық, тағы да ип қалды. Енді ип, и келіп тұрғандықтан ол а да, о да емес, басқа да ауысты. Сондықтан ойоны жалғаймыз. Ибойо және пачим бар болғандықтан ойо сол күйінде жалғанып, ибойо деп жасала береді. Енді үшінші негізгі ереже. Жалпы корей тілінде хадаға аяқталатын етістіктер, сын есімдер өте көп. Соларды сөйлем соңында баяндауыш ретінде қолданған кезде және осы шақ түрінде айтқымыз келсе, онда біз мына ереже бойынша жасаймыз. Хадаға аяқталатын болса егер сөз, онда ол соның дасын алып тастаймыз, тағы да ха қалды. Негізінен оған йо-йо жалғанады деп қарастырылады. Ха-йо-йо. Бірақ а мен йо тағы да қосылып, өзара әсерлесуге түсіп, ол деген дауысқа аяқталады. Сондықтан хадаға аяқталғандардың барлығын хейо деп өзгертеміз. Мысалға, комбу хада, комбу хейо, хембок хада, хембок хейо, сукче хада, сукче хейо деген сияқты жасаймыз. Бұл жалғаулар жалпы қай кезде қолданылады? Сөйлемнің соңында етістік немесе сын есім баяндауыш қызметін атқаратын болған жағдайда, сондай кездерде біз осы жалғаулармен сөйлемді аяқтай аламыз. Енді мысалдарды қарап көрейік. Юджиннің тегім 친구를 만나요. Юджин қазір досымен кездеседі, немесе досымен кездесіп жатыр. Маннада етістігі, маннада, яғни даны алып тастағаннан кейінгі алдыңғы буынына а келіп тұрғандықтан айо жалғауын жалғап тұрмыз. Бірақ тағы да екі а қайталанғандықтан бір а болып кетті, маннайо. Келесі, нананың 영화를 봐요. Нана кино көріп отыр. Бұндағы пода етістігі оға аяқталып тұрғандықтан біз айоны жалғап тұрмыз, пайо деп. Нана кино көріп отыр. Қазіргі іс-әрекет. Қазір Нана кино көріп жатыр деген сияқты біз сөйлемді құрастырып жасап тұрмыз. Келесі, Макның 책을 읽어요. Марк кітап оқып отыр. Бұнда да оқу іс-әрекеті, яғни етістік баяндауыш қызметін атқарып тұр. Икта сөзі. Икта сөзін алып қарастыратын болсақ, дан алып тастаймыз. И келіп тұр, ол бізде а да, о да емес, сондықтан ойоны жалғап тұрмыз, және пачим бар. Сондықтан ойо дәл сол күйінде жалғанады. Сонда 책을 읽어요. Келесі, 오늘 날씨가 따뜻해요. Мына сөз бізде хейоны көріп тұрсаңыз, яғни хадая бастапқы формасы татытхада. Осындағы яғни хада келіп тұрғандықтан, соны автоматты түрде бірден хейоға алмастырсақ болады. Сонда татытхео, бүгін ауа райы жылы. Бұнда татытхада ол сын есім, сол сын есім баяндауыш қызметін атқарып тұр. Келесі, нейл би가 와요. Ертең жаңбыр жауады. Яғни бұл жуық арада, жақын арада болатын бір жағдай, болатын бір іс-әрекет. Сондықтан біз осы шақты қолданып тұрмыз. Және ода деген етістікті вайо деп түрлендіріп тұрмыз. Бұлардың барлығын байқасаңыз, бұл сөйлемдерде бір іс-әрекет орын алып жатыр, немесе біз бір нәрсені сипаттап тұрмыз. Яғни етістіктер мен сын есімдер баяндауыш қызметін атқарып тұр. Ал енді бізде мынадай сөйлемдер болуы мүмкін. Мысалға, Дана оқушы, менің досым әнші деген сияқты біз біреуді таныстыратын болсақ. Яғни бізде бұндағы баяндаушымыз зат есім, оқушы және әнші деген сияқты бұндағы баяндаушымыз бізде зат есім. Егер баяндауыш зат есім болатын болса, онда біз сәйкесінше басқа жалғауларды жалғаймыз. Бұнда қолданылғаны мысалға иео және иео жалғаулары. Оларды қазір кішкенеден соң қарастыратын боламыз. Мысалға, Дананың 학생이에요. Таныстырып тұр. Дана оқушы. 한국어를 배워요. Мына сөйлемде ойоның өзін жалғап тұрмыз. Себебі бұндағы баяндауыш бізде етістік, яғни корей тілін үйреніп жүр.
제 친구는 가수예요. менің досым әнші. Жай ғана досының кім екендігін, қандай мамандық екендігін таныстырып атап тұрған сөйлем. Яғни баяндаушы зат есім. Сондай кезде ие요, е요 деген бөлек жалғауларды жалғаймыз. Біз қосымша ережені бірге қарастырып көрейік. Егер етістік немесе сын есімнің соңғы буынында и әріпі келсе және почим болмаса, онда сөздер төмендегідей түрленеді. Мысалға, машида сөзін қарастырып көрейік. Да буынын алып тастаймыз, соңғы қалған ши буынына мән береміз. И әріпі келіп тұр, яғни дауысты ретінде и келіп тұр, және көріп тұрғандарыңыздай почим жоқ. Демек, и мен ойының осының қосылуына кедергі келтіретін әріп жоқ деген сөз. Яғни мына и мен о өзара қосылып, йо деген дауыстыға айналады. Маши ойо, машойо. Бұнда неге ойын жалғап тұрмыз? Себебі и ол а да, о да емес. А мен о емес болатын жағдайда, онда біз ойо жалғаймыз деп алдыңғы бөлігінде қарастырған едік. Сол сияқты и келіп тұрғандықтан ойоны қойып тұрмыз, және маши ойо деп жасамаймыз. Біз и мен оны қосып жіберге тырысамыз. Екеуін қосқан кезде ол бізде йо әріпі пайда болады. Сондықтан машойо деп жасаймыз. Тырида тырёйо, хырида хырёйо, тиллида тиллёйо. Барлығы осы жағдайға жататын сөздер. Мұқият қарап, салыстырып қарап көріңіздер. Енді мысал, чаре машойо, шай ішемін, моксорига тиллёйо, дауыс естіледі деген сияқты сөйлем соңында осылай түрлендіріп қолдана аламыз. Егер сөйлем соңында баяндауыш ретінде зат есім келетін болса, онда біз мына екі жалғау арқылы сөйлемдерді аяқтай аламыз. Біз жаңа мысалдарда қарастырғандай, мысалға, менің досым әнші, мен оқушымын деген сияқты көбіне таныстыру мақсатындағы сөйлемдерде осы жалғауларды қолданамыз. Егер зат есім дауыстыға аяқталатын болса, яғни почим болмаса, онда біз еyo жалғауын жалғап қоя саламыз. Мысалға, касу, касу еyo, ұйса, ұйса еyo, yoриса, yoриса еyo. Яғни барлығы а, у деген сияқты дауысты дыбыстарға аяқталған. Сондықтан жай ғана біз еyo жалғауын жалғай салдық. Ал егер зат есім дауыссызға аяқталса, яғни зат есімнің почимі бар болса соңғы буынында, онда біз иеyo деген жалғауды жалғаймыз. Мысалға, сонсенним иеyo, хаксен, хаксен иеyo, 회사원, 회사원 иеyo. Яғни біз бұндай жағдайларда жаңағы қарастырған айо, ойо деген жалғауларды мүлдем жалғамаймыз. Неге? Себебі бұндағы бізде баяндауыш ретінде келіп тұрған сөздер зат есімдер. Яғни біз таныстырып жатырмыз. Мысалға, 저는 학생이에요, 23살이에요, қазақстан 사람이에요, мен оқушымын, 23-темін, қазақстандықпын деген сияқты сөйлемдер. Яғни бұнда өзінің жаңағы атқаратын қызметін, жасын, қай елдің азаматы екендігін жалпы таныстырып айтып жатырған сөйлемдер болғандықтан, біз осы жалғаулар арқылы сөйлемдерді аяқтай аламыз. Келесі мысалға, 제 친구 이름은 사라예요, 사라는 간호사예요, 사라는 25살이에요. Мұнда да досының аты Сара екендігін, Сараның медбике екендігін және оның 25-те екендігін жай ғана атап таныстырып көрсетіп тұр. Бұнда ешқандай іс-әрекет, ешқандай сипаттаулар болып жатқан жоқ. Келесі, егер мысалға Сараның түрі қандай екендігін, оның не істеген ұнататындығын, қандай іс-әрекет атқаратындығын айтатын болсақ, онда сөйлемнің баяндаушы бізде етістік сын есім болатындықтан, осы айо, ойо жалғауларын қолдана аламыз. Мысалға, Сараның 운동을 좋아해요. Бұнда уже хада болғандықтан хеоға өзгеріп тұр. Сара спортты жақсы көреді. Сараның еппойо, Сара әдемі деген сияқты ойо жалғауы жалғанып тұр. Дәл осылай біз корей тілінде сөйлем жасаған кезде баяндауыш қай сөз табы екендігіне міндетті түрде мән беруіміз қажет.
Енді қорытынды жасап көрейік. Жалпы, корей тіліндегі сөйлемдер бастауыш, толықтауыш, баяндауыш деген сияқты ретпен орналасады. Яғни дәл қазақ тіліндегі ретпен сөйлемдерді жасаймыз. Ең бірінші іс-әрекетті атқарушы бастауыш тұрады, одан кейін ортасында толықтырушы, толықтауыштар болуы мүмкін, ал сөйлем соңында міндетті түрде баяндауыш келеді. Біз қарастырып жатырған осы айо, ойо жалғаулары және зат есімге жалғанатын иео, ео жалғаулары осы баяндауышты жасау жалғаулары болып табылады. Яғни сөйлемнің соңында ғана келетін жалғаулар. Мысалға, сонымен 아침 8시에 일어나요. Мен күнде сағат 8-де тұрамын. Яғни қалыптасып қалған іс-әрекет деп айттық, иә? Бұндағы иронада сөзін біз иронаю деп түрлендіріп жасап тұрмыз. Бұндағы баяндауыш бізде етістік, сондықтан айо жалғауын жалғап тұрмыз. Келесі, соңын 대학생이에요. Мен студентпін деген сөйлем. Бұнда жай ғана таныстырып тұр. Ешқандай іс-әрекет орын алып жатқан жоқ. Яғни баяндаушымыз зат есім. Сондықтан біз ие요 деген жалғауды жалғап тұрмыз. Яғни, соны 학생어요, 일어나요 деген сияқты жасау мүлдем қате. Сондықтан сөз табын міндетті түрде ажыратып барып, сөйлемді тиісті жалғауларды жалғау арқылы жасайтын боламыз. Енді сіздерге тапсырма, мына жердегі белгіленген сөздерді сөз табын ажыратып, кейін соларға сәйкес келетін жалғау түрлерін жалғап жасап көрсеңіздер болады. Жаттығып жасап көріп, төменге комментарийге қалдырсаңыздар, тексеріп көруге тырысамын. Осымен сабағымыз өз мәресіне жетті. Бүгін біз айо, ойо жалғауларын толықтай қарастырдық. Бірақ кейбір бұрыс етістіктерге жалғанған кездегі ерекшеліктер бар, оларды келесі сабақтарда қарастыратын боламыз. Әзірге бұл ең негізгі, ең базалық грамматика болып табылады. Сондықтан сабақта қайта-қайта мұқият қарап, толықтай түсініп алуға кеңес беремін. Ал сұрақтарыңыз болса, төменге комментарийге қалдырсаңыздар, жауап беруге тырысамын. Бүгінде сабақты соңына дейін қарап, қызығушылық танытқандарыңызға үлкен рахмет. келесі кездескенше. 오늘도 수고하셨어요. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.